Мен Қасымбеков Еркебұлан Асылбекұлы, Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің бірінші тергеу басқармасының аға тергеуші лауазымында қызмет атқарамын. Жалпы экономикалық тергеу қызметінде еңбек жолымды 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап тергеуші лауазымында бастадым. Осы саладағы бірінші жұмыс күнім Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы Данияр Дұппаұлы Алиевтің қабылдауынан басталған болатын. Ол кісінің жаңа қызметіме берген бағыт-бағдары мен өзінің ақ тілектері күні бүгінге дейін жадымда анық сақталған. Қызметке кірісе сала 2022 жылдың 3 тоқсанында тәлімгерімнің қолдауы мен берген кеңестерінің арқасында 6 қылмыстық істі толығымен аяқтап сотқа жолдадым. Бұл қылмыстық істердің барлығы бойынша соттың үкімдері шығып заңды күшіне енді. Мен үшін қызмет бастағалы бері ең қызықты проект ретінде есімде қалғаны ол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217 бабында көзделген қаржылық пирамиданы құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеген қылмыстық ісім болды. Біздің қызметіміздің негізгі міндеті еліміздің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету болғандықтан, осы жолда аянбай еңбек ету менің басты приоритетімде. Қаржылық мониторинг органдарында қызмет етудің басты басымдылығы ол өзіңнің қажырлы еңбегіңнің елеусіз қалмайтындығы. Осы салада небәрі 9 айдан астам уақыт жұмыс жасап, жас тергеуші ретінде үздіктердің қатарына кіргенім және өзге де жеткен жетістіктерім еленіп, агенттіктің бір жолғы сыйақы беру көтермелеуіне, сонымен қатар департамент басшысының құрмет грамотасына ие болдым. Басшылық тарапынан ата-анама алғыс хат жарияланды.